Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантырып, елімізде бірқатар мамандықтардың жалақысы жоғарылайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша, коммуналдық кәсіпорындар қызметінің тиімділігін арттыру үшін табиғи монополиялар туралы заңның 22-ші бабына өзгерістер енгізілген. Соның бірі коммуналдық сала қызметкерлерінің, яғни сантехник, электрик, дәнекерлеушілердің жалақысын 50%-дан 100%-ға дейін көтеру. Осылайша орташа жалақы сала мен өңірге байланысты 135 мың теңгеден 200 және 300 мың теңгеге дейін өседі. Бұл тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық саласындағы 200 мыңға жуық жұмысшыға әсер етеді, деді Қуантырып үкімет отырысында. Екіншісі, иесіз жерлерді кезең-кезеңмен беру. Осылайша 25 мың шақырымнан астам коммуналдық желі сенімгерлік басқаруға және коммуналдық меншікке беріледі. Министр қабылданған түзетулер коммуналдық кәсіпорындардың иесіз желілерді ұстауға және пайдалануға жұмсаған шығындарын өтеуге мүмкіндік беретінін атап өтті.